Баршаңызға сәлем, сіздермен Ұлжалғас. Бүгін тары шай жасаймыз. Ораза айына таптырмас, сөліңді қандыратын өте тойымды шайлардың бірі. Бізге 100 граммдай тары қажет. Суда осы су тұнық болғанша жақсылап жуып аламыз. Одан кейін осындай бір ыдысқа салып, үстіне жарты литрдей су құйып, отқа бір бұрқ етіп қайнатып аласыздар. Бір қайнағаннан кейін осылай көбігін алып тастап, сосын шайнегімізге, менде бетта шайы, кез келген шайды қолдана берсеңіздер болады. 2 шай қасық құрғақ заварканы салдым. Одан кейін осы қайнаған тарымызды саламыз. Үстіне кипяток құямыз, қайнаған су яғни. Одан кейін бетіне щедринскийден 50 граммдай құйып, пиалаймен сапырсаңыздар, немесе қасықпен араластырып жіберсеңіздер де болады. 2-3 минуттан кейін заваркасы шығып, әдемі болғаннан кейін пайдаланыңыздар. Басқалар 2 шайнекке дайындайды, яғни заварка шай және де тары шай бөлек-бөлек істеп, сосын екеуін біріктіреді. Маған осылай бір ыдысқа жасаған ыңғайлы. Ас болсын, өте дәмді шайлардың бірі. Кез келген десертпен, тәтті тоқаштармен ішіңіздер. Сөліңізді қандырады. Ас болсын, пайдаларыңызға жарасын. Келесі видеода көріскенше.